أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Барлық мақтау, барлық мадақ сондай мейірімді баған Рахман, әсіресе мұқмин құлдарына ерекше мейірімді Рахим Алла. Шексіз қайырлы киесі Рауф Алла. Шексіз мейірімді киесі Атуф Алла. Бар болған өздігінен ешкімнен туылмаған қиям бен нәпсихи Алла. Өзінен кейінгі келетін жаратылыстарға ешқайсысына ұқсамайтын махаляфатын лил хавадис Алла. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам Алла субхана тағаланың салаваты сәлем егілік болсын. Ассаламу алейкум рахметуллахи баракату. Қадірмендегі жақсылар, кеше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмір баянына келіп тоқталған кезде пайғамбарымыз Таифқа барып келген болатын. Таифқа келгеннен кейін қандай пайғамбар саллаллаху сол жылы қажылық маусымы болған. Қажылық маусымында қаншама тайпаларға барып пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не істеп еді? Адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю үшін әртүрлі жәрмеңкелерге барып қатысып, адамдарды жақсылыққа шақырып жан-жақтан алып келген тайпалар. Соның ішіндегі Амырлардың болған бір тайпаларына келіп, Даба бинти Амрдың ислам қабылдаған әйел туралы және 3 адамға дұға жасап, 3 адамға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам лағнет айтқан білесіздер. Үшеуі сол күйі Алла субхана тағаланың қалауымен пайғамбарымыз сахабаларына қосылу мәртебесіне көтеріледі. Үшеуі өмір бақи діннен махрұм болып, сол күйінше бейшара болған кейпінде қайтады дейді. Енді бұл қай кездері болып отыр? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жүрегіндегі өте үлкен бір ай, өте үлкен бір мұң, өте үлкен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешкімге білдірмесе де, бірақ та өте бір қатты күйзелісте жүрген уақыт. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның 3 тал жүрегіне жылу, тыныштық беретін ордасының екеуінен айырылған кезі болатын. Біріншісі Абу Талибтен, өзінің көкесінен айырылған, екіншісі өзінің сүйген жары Хадиша анамыздан айырылған үшін. Оны білдіртпейді, бірақ та жүрегі өте қатты жалғызсырап жатыр. Оны мүшриктерден қорғағанда екі үйге де барса да, өзінің үйіне де, бағанағы Абу Талибтің үйіне барса да, емін-еркін сезінетін. Бұны мүшриктер де сезеді. Қай жерде пайғамбарымызды табып өлтіргісі келетіндер де көп. Енді жанындағы сахабалар 24 сағат пайғамбарымыз қорғап жүре алмайды ғой. Өздерінде шаруалары бар деген сияқты. Сонда да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сақтық шараларын қолданып Меккеде түнделетіп, әрбір басқа үйге барғысы келеді. Сөйтіп, бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түнделетіп шығып барады. Кімге баратыр десеңіз, өзінің бағанағы Абу Талиб деген көкесінің қызы бар. Умму Ханидің үйіне баратыр. Умму Хани о кезде өзінің әкесі сияқты, Абу Талиб сияқты исламды қабылдамаған қыз. Бірақ та жанындай қатты жақсы көреді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз түнделетіп есігін қағып үйіне келгенде, Умму Хани: ертерек келгеніңізде ғой, сіздің келгеніңізді білгенде бір тамақ әзірлеп қоятын едім, бір кішкене ыңғайсыз болып қалды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Еш айып жоқ, менен тек қана сенен бір өтініш, үйіңе кіріп, зікір қылып, кішкене ғибадат қылып, кішкене көз шырымын ауласам деп. Өйткені пайғамбарымыз түні мен күн аңдитын ғой ана кісілер. Әйтеуір бүйтіп сытылып шығып, Умму Ханидің үйіне келді дейді. Умму Хани дейді: сіз сияқты шыншыл, сіз сияқты адамзатты ішіндегі ардақтысын күтіп алу біз үшін өте үлкен мәртебе дейді да, үйіне келіп бір шылапшын қойып, шылапшын деген қол жуатын және бір төсеніш берді дейді. Былай айтқан кезде жайнамазбен шылапшын қойған. Сонымен қолын пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кәдімгідей дәретін алып, Аллахқа зікір қылып, сол бағана төсеніштің үстінде отырып, Аллаға мұнажат жасайды. Ал енді Умму Хани болса, осындай үлкен кісі, оны бүкіл адамдар ішіндегі мүшриктер өлтіргісі келеді. Бұл кісі менің үйіме келген соң арабтардың ең үлкен нәрсесі үйіне келген қонақты күтіп алу және оны қорғанын алу ғой. Умму Хани әйел болса да, менің үйіме келіп отыр, бұл кісінің жаулары көп. Менің үйімде жүрген кезде бұл кісіге қиянат болып кетпесін. Бірақ та өзі ол да мүшрик, ислам қабылдамаған. Сөйтіп
әйел болса да қолына қылышын алып үйдің сыртында жүр дейді ғой Уммухани. Біреу келіп қалса кәдімгідей төбелеске дайын болып жүр да, жекпе-жек. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әбден шаршаған түннің бір уағына дейін Алла субхана тағала жалбарынып отырып, дұға жасап отырып, кенеттен ұйқыға кетті дейді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түннің 3-тен 1-ін, 4-тен 1-ін дұғамен өткізсе, арасында да ұйықтайтын уақыттары бар. Дәл осы кезде Алла субхана тағала адам кейпінде Жәбірейіл алейхиссаламды жібереді. Жәбірейілге барып мынандай нұсқаулықтар айтады. Сүйікті құлым Хабибыма дейді. Мен оны сондай қатты өміріндегі болатын күйзелтетін бір ренжитін заттар жібердім, яғни жақындарын алып жатырмын. Абу Талибті алып жатырмын, Хадишаны алып жатырмын. Ол сонда да маған нәзік жүрегін, яғни нәзік жүрегіме маған жалбарынды дейді. Менен басқа ештеңені ойламайды. Яғни Алла субхана тағаланың бүкіл жақсылық, жамандықтың бәрі тағдырдан деп Аллахқа мойынсұнып, Алланың яғни Хабиб есім сипаты бар. Бізді бізден де қатты жақсы көретін. Біз үшін қиын болып көрінген нәрсе біз үшін хайырлы екен. Яғни Алла субхана тағала жай ғана қазақта сөзде бар ғой, балаңды аясаң аяма деген. Әке баласын жақсы көрмей ме? Жақсы көреді. Бірақ жақсы көрген үшін оны кішкене қаттылау болады. Потом қаттылау болып тұрған себебі ол баласына бір өзінің қаттылығын көрсеткісі келіп тұрған жоқ. Оның болашақта сол нәрседен пісіп, ер болып, біреуге езгісіне қалмай кішкене пысық болуына жақсы көргенін істеп отыр ғой. Әкесі баласы. Ал енді әлемдердің Раббысы Алланың деген, өзінің сүйікті Хабибына деген одан да әрбіреуіңізге одан да қатты жақын. Сол үшін ол да болса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көрумен болып отқан нәрсе ғой. Сол үшін пайғамбарымызға айт дейді Жәбірейілге, бар да оны алып кел дейді. Алып келіп, мен құзырыма дейін көтеріп, жәннатымды да көрсет дейді, тозағымды да көрсет дейді. Жәбірейілге айтады. Оған оны жақсы көретіндерді дайындаған нығметтерімді көрсін дейді. Оған сондай жақсы көрсеткен нығметтерімді, жәннаттың ішіндегі оның үмбетіне және оған берілетін сый-сияпаттарды, және оған ермегендердің артында қандай ауыр душар болатын тозақтың азаптарын көрсет дейді. Оған сенбегендер өздерімен әрекет жазуларымен оны ренжіткен дайындаған азаптарын көрсін дейді. Мен жұбатамын дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Оның нәзік жүрегінің жарасын мен емдеймін. Инна мағал усри юсра, фа инна мағал усри юсра. Әрбір қиыншылықтан кейін міндетті түрде жеңілдік бар. Әрбір қиындықтан кейін міндетті түрде жеңілдік бар деп пайғамбарымыз Алла субхана тағала Құран кәрімде айтып жатыр. Дүниеден айтып жатырмыз, бір қиыншылықтың артынан Алла бір жеңілдігін береді. Бұл пайғамбарымыздың жүрегіндегі қатты мұңның үстіне Алла субхана тағала өзінің бір жеңілдігін беру арқылы Жәбірейіл жіберді. Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымызға келгенде пайғамбарымыз ұйқы үстінде жатыр екен. Жәбірейіл адам кейпінде келді. Пайғамбарымызға деген сүйіспеншілігі сондай қатты, пайғамбарымыз ұйықтап отқан кезде пайғамбарымыздың табанынан бүйтіп астынан сүйеді дейді Жәбірейіл. Бата Жәбірейіл сіздермен біз сияқты қан мен теріден болмағандықтан, оның поцелуй холодный екен да. Жоқ, суық екен. Сенде пайғамбар саллаллаху алейхи оның сүйгенін оянып кетті дейді бірден. Бірден Жәбірейіл алейхиссаламды көріп, қуанды, бауырым, қош келдің, сен де келіп қапсың ғой. Бейімізге уақытта не үшін келдің? Әлде дейді, қате бірдеңе істеп қойдым ба? Раббым маған ашуланып жатыр ма? Дейді. Маған Жәбірейілді не үшін жіберді екен деп сұрайды. Сөйде Жәбірейіл алейхиссалам айтады. Ей күллі жаратылыстың үстемі, ей жаратушының сүйіктісі, ей пайғамбарлардың мырзасы, жақсылардың қайнар бұлағы, болған қадірлі ұлы пайғамбар, Раббыңыз сізге сәлем айтты, және сізді өзіңізге қонақ етіп шақыруда. Бұл қай кез? Бұл Миғраж түні болып жатыр. Миғраж. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Исра мен Миғраж деген түннің ең үлкен бір оқиғасына келе жатырмыз. Бұл Исра мен Миғраж түні деген тарихта өте үлкен көп қалған нәрсе. Біраз адамдардың күдіктері түсіп, біраз адамдардың
иманын тексерген нәрсе, мұсылмандардың өзіне біраз сынақ болып келген нәрсе. Мүшриктерге ғана емес, мұсылмандардың өзіне біраз осы жерде Алла субхана тағала өзінің ел кезегінен өткізу үшін әртүрлі әрқилы әрбір адам баласына сынақпен сынайды. Шынайы мұқмин болсаң, шынайы Аллахқа иман келтірдім десең, пайғамбарға келтірдім десең, осы сынақтан өтесің ба деген сияқты. Өйткені бұл Исра мен Миғраж деген сондай уақыт, қас қағым сәтте өте үлкен нәрселер болды. Қас қағым сәт деген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бағанағы сыртында кім жүр? Үйдің сыртында Умму Хани жүр қылышымен. Бұл кісіні қорғаймын деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи сонда бір қас қағым сәтте дейді. Ұйықтап тұрған сияқты уақыт қана. Оны Умму Хани да байқаған жоқ, ешкім де байқаған жоқ. Сол кішкентай қас қағым уақыттың өзінде пайғамбарымыз осы Исра мен Миғраждан келген кезде төсектен адам баласы тұрады ғой түнде туалетке. Төсектен тұрып кеткен кезде төсекте сенің жылуың болады ғой. Мына жер тастай да, сен жатқан жерің жылы болып тұрады ғой. Сен аяққа келісіп қайтадан төсекке жатсаң, сол жылы жер жаңадан бүйтіп суып бара жатады ғой. Тура сондай уақыт қана болған дейді. Сол кездегі Жәбірил алейхиссалам өзімен бірге Бурақ деген немен келген екен? Қашырмен келген екен. Жәбірил алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға біріншіден дайындады дейді. Басынан нұрдан болған сәлде кигізді. Нұрдан болған үстіне шапан кигізді. Мыңдаған тастары бар қолына аса таяқ берді дейді. Аяғы жақұттармен тастардан кемкілген керемет аяқ киім берді. Сондай сән салтанатқа ең ерекше құрметке алып, пайғамбарымыз киіндіргеннен кейін Жәбірил алейхиссалам, бір жерде көп риуаяттар, біз бір риуаятымен ғана айтып жатырмыз, негізінде әртүрлі болып келеді. Үйдің шатыры бүйтіп ашылды деп келеді, үйдің төбесі жарылды деп айтып келеді. Сөйтіп кірген дейді. Бұл жерде біз Жәбірил адам келіп аяғын сүйді деп айтып жатырмыз. Аллах біледі, жақсырақ біледі. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жерге жатқызып, көкірегін жарды. Қаншасыншы рет жарып отыр? Үшінші рет примерно немесе төртінші рет деп те келеді. Осы жердегі соңғысы жарып отқандардың жүрегі осы. Алдында да ана иқра деп келетін кезде бір рет жарды деп айтқанбыз. Оның алдында бала кезінде жарды деп айтқанбыз. Сөйтіп тағы да бір әлсіз риуаятта келеді, тағы да бір арасында бір жарылған деп айтады. Енді мынау риуаят жарылды деген барлық жерде қаттырақ келеді, сахих болып келеді. Осы көкіректің жаруында өзінің себебі бар. Бұрынғы бала кезінде жарғанда жүрегіндегі шайтанның үлесін алып тастаған болатын. Екінші жарылған кезде ілім, ол кісі умми болатын. Умми болған, оқу жазуды білмейтін адам еді. Ол кезде жарылған кезде ілімді Алла субхана тағала өзінің хақынан, яғни бүкіл тілдерді, бүкіл кітаптардың ілімдерін пайғамбарымызға жүрегіне салған еді. Енді бұл жердегі тағы да өте үлкен бір жүрек жарылу болып жатыр. Қандай? Алла субхана тағала біздің көрмейтін перделері алынып, сондай жәннат пен тозақтың хикметтері